Ипотекаға үй алу ойыңызда болса, немесе қазір пәтер жалдап тұрып жатқан болсаңыз, соңына дейін тыңдаңыз. Жуықта жаңа ипотека бойынша видео түсірген болатұғым. Сол видеоның астында 21,7%, не деген көп пайыз, не деген сұмдық пайыз, переплата көп қой деп жазып жатыр. Енді қараңыз, кейбіреулерге осы 21,7%, 22% өте көп қымбат ипотека болуы мүмкін. Переплатасы көп ипотека деп ойлауы мүмкін, бірақ кейбір адамдарға бұл мүмкіндік. Осы 22%-бен ипотека алмай отырған адамдар қаншама, пәтер жалдап, арендада тұрып жатқан адамдар өте көп. Сол үшін де қазір пәтер жалдап, арендада тұрып жатқан адамдар үшін бұл мүмкіндік деп ойлаймын. Сіз қазір арендада тұрсаңыз, сіздің төлеп отырған ақшаңыз 100% переплатаға кетті деп ойлаңыз. 100% сіздің ақшаңыз емес, басқа бір кісінің ипотекасына төлеп отырсыз. Ал егер сіз қазір сол 22%-бен болсын ипотека алып алсаңыз, бұл жерде қаланың ішінен 2, 3, 4 бөлмелі туралы айтпаймыз. Бұл жерде бюджетный вариантқа көшіп алу туралы принцип, жаңағы арендадан шығып кету. Арендадан шығып кетсеңіз, ипотекаға іліксеңіз, одан кейін ары қарай өзіңіздің ипотекаңыз төлеп өсіп кеңейе бересіз деген сөз. Аренда деген нәрсе бір замкнутый круг. Арендаға төлеген ақшаңыз, жаңағы айтқандай 100% переплата деп саналады. Сол үшін осы 22%-бен болсын бюджетный вариантты алсаң, бұл жердегі ескере кететін жайт, бюджетный вариантты алып алу. Қаланың маңынан болсын, бюджетный вариантты, қолжетімді вариантты алып алсаңыз, жаңағы арендада төлеп жатқан ақшаңыз бен ипотеканың төлемі ұқсас болса, бірдей шықса тіптен жақсы. Мысалы, кеше ғана клиентімізге осы жаңа ипотека бойынша үй алдық, ай сайынғы төлем 167 мың теңгеге шықты. Мысалы, ол кісі қазір сол ипотеканы алмаса, бәрібір де сол ақшаға қаланың ішінен пәтер жалдаушы еді. Пәтер жалдағанға да сонша ақша кетіп тұр. Осы ақшаны пәтер жалдағанға бергеннен қарағанда, өзіңіздің ипотекаңызға төлеп отырсаңыз, оның белгілі бір бөлігі өзіңіздің капиталыңыз болып қалатын болады. Әрине, көп бөлігі переплатаға кететін рас, бірақ белгілі бір бөлігі сіздің ақшаңыз болып қалады. Содан жаңағы капитал құралатын болады. Осы видеоны ағайын туыстарға жіберіп қойыңыз. Арасында пәтер жалдап отырған адамдар болса, көрсін, үй алуларына бір себепкер болайық. Парақшада ипотека туралы ақпараттар бар, тіркелуді ұмытпаймыз. Ал егер ипотекаға көмек керек, қай бағытпен қалай алам деген сұрағыңыз болса, консультацияға жазылсаңыз болады. Басты бетте нөмір көрсетілген.